Бұл Абу Жахил пайғамбар салам Қағбаның жанында Құран намаз оқып тұрған кезде келіп айтатын болған, кәдімгі намаздан бұзып жіберетін болған ғой, итеріп жіберіп ше. Мұхаммед, мен саған Қағбаның жанында намаз оқыма деп айтқан жоқпын ба деп айтады. Пайғамбар салам орнынан тұрған кезде айтатын болған, Абу Жахил қойшайшы деп айтатын болған, шектен шықпасайшы деп. Не істейсің ал деп, ана қой деген кезде ешіретіндер бар ғой. Не істейсің ал деп, Абу Жахил ше. Не, кімің бар сенің деп ше. Мына бишаралар ма қасындағы? Мұхаммед, мына екі таудың айналасындағы бүкіл жігіт менің артымда ғой деп айтатын болған. Көрдіңіз ба? Өзінің руымен сондай мақтанатын болған. Екі тау деген Абу Қубайс пен Қуайқиған деген Меккенің екі тауы айнал. Яғни Мекке екі сол таудың ортасында тұрады негізі. Осы екі тау, яғни Мекке түгел менің қолымда ғой дейді. Кімің бар сенің дейді. Шақырсайшы біреуін шақыратын болса деп. Алла Тағала не деді? Фәл ядуу надия деді. Абу Жахил шақыратын шақырсын деді. Санадау забания, біз бүкіл тозақтың періштесін шақырамыз деді Алла. Көреміз сол кезде кімнің мықты екенін деді.